талантты тележурналист Бейсен Құранбек дүниеден өтті. 49 жасқа қараған шағында ауыр дерттен көз жұмды. Маған ешқандай байлықтың қажеті жоқ. Журналистика мамандығын сүйемін деп, күллі қазақтың сүйіктісіне айналған Бейсен Құранбек ағамыз мәңгілік мекені бақиғаттанды. Жарты ғасыр ғана жалған дүниенің бетінде ғұмыр кешсе де, артына өлмейтіндей ғибрат, өшпейтіндей із қалдырған ағамыз әрбір қазақтың қияметке дейін жүрегінде сақталмақ. Қасиетті ораза айында дүние салған ағамызға Алла тағала 8 жәннат есігін айқара ашып, қабірін нұр, ақыретін гүл етіп қияметте пайғамбарымыздың шапағатында болсын деп тілейміз. Қош бол, Бейсен Құранбек. Аяқтан жүрдің тұрам деп, ажалың келіп ап кетті-ау, атқанда таңың қылаң боп. Ұлт үшін туған ер едің, ұлтым деп өттің ұлан боп. Масадай шақтың жұртыңды ісіңмен жасап, ұрған көп. Туылар мекен тағыда, дәл сендей ерлер қыран боп, қырларда жүрген құлан боп. Ісігің дерт боп ішіңде, жайлап әкетті жылан боп. Өлгенде жоқсың өлмейсің, өлтірмес қазақ шүбәм жоқ. Тағылым болып белесің, тарихта қалдың тұмар боп. Жылатып жұрттың жүрегін, жасымен ақтың жүрән боп. Қабірің болмай қараңғы, жәннатта таңып жараңды. Пенде де болған күнәң жоқ, менде де оған күмән жоқ. Алдыңнан пейіш әперсін, артыңнан жауған Құран көп. Алланың сүйген пендесі, бақыл бол, Бейсен Құранбек. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma